Сәлеметсіздер ме? Мен Қызылорда облысы Арал қаласы Жарасқан Әбдірашев атындағы номері 62 мектеп-лицей кітапханасының тұрақты оқырманымын. Ұлы даланың ұлық тұлғасы Әл-Фараби. Әбу-Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Узлағ ибн Тарғақ Әл-Фараби ат түркі ұлы ғалым, энциклопедист. Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған Әл-Фарабидің толық аты жөні осылай болып келеді. Әл-Фараби 870 жылы Жібек жолының маңызды орталықтарының бірі болған Отырар қаласының маңында дүниеге келген. Әл-Фарабидің әлем өркениетінде алар орнына тоқталмас бұрын ғылымдағы Әл-Фарабиге қатысты түрлі көзқарастарға тоқталып кетейік. Кейбір еуропашыл ғалымдар Әл-Фараби ешқандай жаңалық ашқан жоқ, ол тек Платон мен Аристотельдің мұраларын насихаттап түсіндіріп келді деп есептейді. Антика дәуіріндегі ғұлама ойшылдар Платон мен Аристотель бүкіл әлемдік мәдениеттің ең жоғарғы шыңы. Әл-Фараби осы антикалық мұраны игеріп, оны араб, мұсылман мәдениетінің гүлденуіне жұмсап, үлкен екі жаңалық ашты. Барлығымызға мәлім, Әл-Фараби өмір сүрген уақыт айрықша кезең ретінде аталады. Отырар өлкесінде Әл-Фарабиге дейін ойшылдар өте көп болса, оның өз заманында ғұламалар аз болған. Ол жастайынан туған өлкесінде білім алып, Отырар кітапханасында отырып, шаң басқан қолжазбаларды ақтарып, көз майын тауысып, талмай кітап оқып, оқу білімге ерте құмартқан. Отырар кітапханасына алыс жақын елдерден керуенмен сан түрлі кітаптар ағылып келіп жататын. Әл-Фараби өмір сүрген 9 бен 10 ғасырларда Отырар өркениетінде рухани мұра жоғары бағаланған. Араб, Мысыр әлемінде Александрия кітапханасының шоқтығы биік. Әл-Фарабидің дүниетанымына келетін болсақ, кеңестік дәуірде оны маркстік, лениндік, атеистік дүниетанымға алып келді. Бірақ шын мәнінде Әл-Фараби ислам руханиятындағы айтулы тұлға болған. Біріншіден, ол әлем мойындаған философ. Платон мен Аристотельдің еңбектерін шығыс, араб, мұсылман әлеміне таратқан үлкен ғұлама. Екіншіден, Әл-Фараби үлкен ғалым. Әл-Фарабидің философиялық көзқарасы өте күрделі. Оны бір сөзбен айтып шығу мүмкін емес. Әл-Фарабидің көзқарасында диалектикада, таным теориясы да, ғылыми рационализм де бар. Әл-Фараби ислам өркениетіне өлшеусіз үлес қосқан. Сондықтан Әл-Фарабидің дүниетанымы туралы айтқанда, оны материалист, болмаса идеалист деп айтуға болмайды. Ол белгілі бір ғалым академиясы тәрізді. Бүгінгі күнге дейін оның логика, метафизика, этика, саяси және әлеуметтік философия, музыка мен медицинаға арналған 100-ден асаға трактаттары сатылған. Ол ең алғаш болып музыканы математикалық негізінде жүйелеп, оны ғылымның бір бағыты ретінде көрсеткен. 2020 жылы әлемнің екінші ұстазы атанған күллі түркі жұртының бас ойшылы Әбу-Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде, Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жылдығы мемлекеттік деңгейде тойланатын болады. Мектептерде оқыту үдерісінде, пәндерді оқытуда ұлы ғалымның тұжырымдамаларын ұлттық құндылықтар ретінде тақырыптармен тиімді байланыстырған дұрыс. Сол секілді, мерейтойларға байланысты әртүрлі тақырыпта мазмұнды іс-шараларды белсенділікпен ұйымдастырып, жоғарғы деңгейде өтуіне атсалысқан жөн деп ойлаймын. Әл-Фараби туралы мәлімет алғыларыңыз келсе, мектеп кітапханасынан Әл-Фараби жайлы кітап алуға кеңес беремін. Өзім Әл-Фараби жайлы кітапты оқып, керемет әсер алдым.